Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранты аясында жүзеге өтіп жатқан тегін сабақтардың келесі легін жалғастырамыз. Есімім Шамил Қарақожа, эксперт маман. Сіздермен бүгін сабақта алдағы 3 сабақ бойы қор биржалары, акциялар, облигациялар және инвестиция жасау бойынша ақпараттармен сабақ өтетін боламыз. Жалпы инвестиция мәселесіне келген кезде көп жағдайда жалпы қазақ қоғамында, Қазақстанда көбісі артық ақшасы болса жер алып қояды, немесе үй алып қояды деген секілді, болмаса малға салады деген секілді негізгі қолданылатын инструменттер солар. Ал одан бөлек бос ақшаңыз бар болатын болса, оны сақтау мақсатында немесе оны ары қарай көбейту мақсатында салуға, ол ақшаны жұмсауға болатын басқа да құралдар, басқа да мүліктер бар. Сол олардың бірі бізде олар акциялар және облигациялар. Бүгін сабақты сол бойынша ары қарай жалғастыра берейік. Акциялар мен облигациялар неден тұрады, оларды қайдан аламыз, қай жақта сатылады, қандай плюстері бар, қандай минустары бар, қандай риск, тәуекелдер бар, ол жерде соның барлығын осы сабақта айтатын боламыз. Енді акция дегеніміз не? Акцияның анықтамасы. Жалпы кәсіп ашқан кезде кез келген алғашқы кішкентай кәсіпкер ол ИП болып тіркеледі, жеке кәсіпкер, немесе ТО, жауапкершілік шектеулі серіктестік болып ашады. Бұлар кішігірім компаниялар. Жеке кәсіпкерде ол жалпы сол бизнестің, кәсіптің иесі бір ғана адам, сол жеке кәсіпкер. Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестікте ол жерде бірнеше адам оның иесі болуы мүмкін. Яғни 10% бір адам, 50% бір адамда, 30% бір адамда деген секілді сондай үлестерге бөлінуі мүмкін. Ал кәсіп дамып үлкен деңгейге шыққан кезде, мысалы республика деңгейіне, одан да үлкен деңгейлерге шығу үшін кәсіпке әрқашанда ақша салыну керек. Яғни кәсіптің, мысалы сен күнделікті тұрақты жүйеге қойылған кәсібің бар, оборот жасалып отыр, бірақ та күнделікті мысалы 100 мың товар сатып отырсаң, мысалға дейік, бірақ сенде уже күніне бірақ миллион товар сата аласың да, сондай миллион товарға ақшаң жоқ. Сол жағдайда сен уже сырттан ақша тарту керек боласың. Осындай жағдайда үлкен кәсіпке бет алған ұйымдар акционерлік қоғамға айналады. Акционерлік қоғамға айналған кезде олар өзінің компаниясының акцияларын шығарып, яғни бөлшектерге бөледі. Ол дегеніміз, мысалы бір компания өзінің акциясын 1 миллион акциясын шығаруы мүмкін. 1 миллион акциясы ол компанияның 50% құнын құрауы мүмкін деген секілді. Солай бөліктерге бөліп саудаға шығарылады компания бөліктері. Сол кезде оған жекелей инвесторлар, кішігірім ақшасы бар адамдар да барлығы де қатыса алады. Ол компанияның бөлшегін сатып алады. Акция дегеніміз сол компанияның қарапайым тілде айтқан кезде бір кішігірім бөлшегі қағаз ретінде бағаланатын құнды қағаздар. Акция түрлері жалпы шығарылған кезде олар жай және айрықша құқықты болып саналады. Түсінікті, компанияға сен ақша салғаннан кейін ол компанияның болашағы сен үшін де уже маңызды болып кетеді. Ол банкрот болып кететін болса, сен сатып алған акцияларың құны көк тиын болып қалады. Сондай жағдайға ұшырамас үшін акциялардың сатылған кезде, жалпы шығарылған кезде жай және айрықша құқықты болып шығарылады, яғни привилегированный деп айтады. Бұл жерде жай акциялар ол компанияның болашағы үшін қабылданатын шешімдерге дауыс беру құқығы болады. Әрине сіз 1 миллион шыққан акция шығарған компанияның 10 акциясын сатып алып, оған бір дауыс бере алмайсыз. Бұл жерде үлкен игроктар уже 1 миллион акция болатын болса, соның 10%-ын, 15%-ын сатып алғандар болатын болса, солар уже дауыс бере алады деген сөз. Сондай құқық беретін акциялар болады. Ал айрықша құқықты оларда арнайы өздерінің праволар жазылады. Ол жерде мысалы компанияның кез келген табыс деңгейінде оларға міндетті түрде ақша төлену керек ол акцияны иеленушілерге. Немесе компания банкрот болып қалған жағдайда компанияның атында қалатын кейбір мүліктер сол акция ұстаушылардың арасында бөліске түседі деген секілді олардың жеке өздерінің құқықтары болатын. Бірақ олар дауыс беру құқығында болмауы мүмкін. Дәл осындай екі түрлі акцияға бөлінеді. Енді акциялардың артықшылығы қандай? Құнды қағаздар деп жатырмыз. Ақшаңызды инвестиция жасау үшін акцияларға салуға болады дедік. Ал акциялардың ақша салған кезде олардан қандай табыстар аламыз? Сол туралы айтатын болсақ, екі түрлі табыс көзі бар акцияға салған кезде. Біріншісі, ол акция бағасының өсуінен ақша табуға болады. Яғни, сіз бір компанияның акциясын, мысалы Каспийдің дейік, мен қазір өзіміздің компаниялар, шетелдік компанияларға мысал келтіре отырып
түсіндіретін боламын. Каспий дейік. Каспийдің акциясы $90 сатылып жатыр. Сіз сатып алдыңыз, қандай да бір уақыттан кейін, 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, 1 жыл немесе 5 жылдан кейін деген сияқты уақытта оның акциясы $200 болды. Сол сатып, сол кездегі $110 айырмашылықтан сіз пайда таба аласыз. Екінші бір жағдайы табыс табудың, ол дивидендтер. Яғни акциясын шығарған компаниялар, олар әрбір квартал сайын немесе әрбір жылда өзінің табыс деңгейі бойынша отчет беріп, сол кезде сол шыққан табыстың қандай да бір бөлігін акциямды ұстаушылар, яғни біздің акционерлерге дивиденд ретінде табысты бөлісеміз деп осылай дивиденд төлейді. Сол кезде содан ақша табуға болады. Әрине, егер сізде мысалы Каспий шатаспасам былтыр әрбір акция ұстаушы үшін, мысалы бір акция үшін 500 теңгеден дивиденд төледі. Мына суммадан қателесу мүмкін, но дивиденд төленді. Каспий дивиденд төлейді әдетте. Мысалы сізде бір акция болса 500 теңге бір төлейді. Егер 100 акциясы болса, сәйкесінше 50 мың теңге төлейді деген секілді. Солай акция санына қарай көбірек дивидендтен ақша таба бересіз. Бірақ кез келген компания дивиденд төлемейді. Төлейтін компаниялар бар, төлемейтіндер бар. Оны сатып алу барысында ескеру қажет. Так, ал акцияларға ақша салуда қандай қауіптері бар? Нарықтың құбылмалылығы. Ол ақша салған компания, яғни банкрот болып қалса, немесе финансовый қаржылық көрсеткіштері төмендеп кетсе, бұрын табысты болып тұрған компания табысы түсіп кеткен жағдайда сіздің акцияның да құны түсіп кетуі мүмкін. Немесе ол елде бір қандай да бір көтерілістер болып кететін болса, елдегі тұрақтылық бұзылатын болса, онда ол жақтағы компаниялардың акциясы түсіп кетеді көп жағдайда. Онда сіздің уже $100 немесе жаңағы $90 сатып алған акцияңыз $50 болып кететін болса, сіз жарты салған ақшаңыздың жартысынан сол моментте айырылып тұрсыз. Егер ол кезде сатпай кейін сататын болсаңыз, может қайтадан көтеріліп кетеді. Компанияның қаржылық жағдайына тәуелділік. Жаңа айтып компания, мысалы Nokia деген компаниялар болды, немесе BlackBerry деген компаниялар болды. Бұрын телефон нарығының 50%-на дейін жаулап алған мықты телефон сатушы компаниялар болды. Кейіннен олар бәсекеге шыдамай, былайша айтқан кезде банкрот болды, немесе жұмыс істеу бағытын ауыстырып кетті. Ол компаниялардың акциясы бір кезде $100 миллиард дейін көтерілгенмен, қазір $1-2 миллиард сондай ғана тұрады. Егер сіз жаңағы айтқандай $100 миллиард кезінде тағы да өседі деп алып қойып, қазірге дейін ұстап отырсаңыз, онда 100 есе ақшаңыз құнсызданып, ұтылдыңыз деген сөз, құнсызданып кетеді. Осындай тәуекелдері бар. Енді компаниялардың акциялары қалай сатылады? Алдыңғы жылдары бізде қатты шу болды. Air Astana IPO жасайды деген жаңалықтар көп болды. Бұл дегеніміз IPO деген не? Компанияның алғашқы акциясын бірінші рет сатылымға шығаруын ол IPO деп айтады. Бұл IPO ағылшын сөзі, Initial Public Offering деп айтады. Сол үшін қысқартылған IPO. Олар енді қайда сатады акциясын? Сол туралы айтатын болсақ, акция деп жатырмыз, акцияны қайдан аламыз? Бір базарға барып аласың ба, немесе бір банкке барып сатып аласың ба деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл жерде әдетте кез келген нәрсе базарда сатылады. Әрқайсысының өзінің бөлек-бөлек базары бар. Ол мысалы айтатын болсақ, сувенир заттар алатын болсақ, бір базары бар, мал базары бөлек деген секілді, машина сататын базар бөлек. Дәл сол секілді акция сататын өзінің базары бар. Оны қор нарығы деп айтады. Қор биржалары, жалпы қор биржалар немесе қор нарығы, фондовый рынок, фондовый биржа дейді. Негізгі анықтамасы осы фондовый биржа. Акцияның барлығы сол жерге саудаға шығады. Мұны қарасаңыз, бір сайттағы мәліметтер, мына акция туралы әрқайсының осындай акция компанияның кішірейтілген атаулары болады. Мысалы, Apple-тікі, Microsoft-тікі деген секілді өздерінің атаулары беріледі. Қор нарықтарының экономикадағы рөлі. Енді қор нарықтар не үшін керек? Бірінші айтып кеттік, компанияларының акциясын саудаға шығаратын орта. Қор нарықтары, қор биржалары. Ол жердің жалпы экономикаға пайдасы, компаниялар өскен кезде, жаңа айттық, олардың дамуына ары қарай ақша керек болады. Сол кезде осы қор нарықтары арқылы саудаға шығарып ақша табады. Сол арқылы компаниялар өседі, жұмыс күштерін береді, одан бөлек жұмыс күштері көбейеді, елге деген салық көбірек түсетін болады. Осы әрбір елдің компаниялары өсіп жататын болса, ол елге деген өзге инвесторлардың қызығушылығы артады. Сол арқылы қор биржалар жалпы бүйтіп қарасаңыз, үкіметке, мемлекетке, экономикасына өте үлкен көмегі тиеді.
қор биржаларының енді негізгі функциялары қандай? Біріншісі ликвидтілікті қамтамасыз ету. Ол дегеніміз сол саудаға шыққан акциялардың сатылымын сұранысты көп болуын қамтамасыз ету керек. Мысалы кез келген қарапайым қор биржасы емес, жай базарларды қарайтын болсақ та, ол жерде әртүрлі акциялар жасап жатады. Мысалы базардың администрациясы болмаса сол әкімшілік барлығы әртүрлі акциялар жасайды. Мысалы ТРЦ-лардың өзінде де осы ТРЦ-дан пәлен суммаға ақша алған адамдарға, мысалы 50 мыңнан жоғары чегі барларға, мысалы мегадан 50 мыңнан қымбат чектегі сауда жасайтын болсаңыз, біз сіздердің араларыңызда машина ойнатамыз деген секілді акциялар болып жатады ғой. Дәл сол секілді оның барлығы сол базардың ішіндегі сауданың жоғары болуын қамтамасыз ету үшін, сол жаққа клиент тарту үшін жасалған нәрсе. Қор биржаларында негізгі міндеттерінің бірі сол сатылатын акциялардың ликвидтілігін қамтамасыз ету керек. Одан кейін баға қалыптастыру. Баға, кез келген нәрсенің бағасы алғашқы сатылым IPO жасалғаннан кейін акция, мысалы Каспи IPO-ға шықты, біз акциямызды $70 сатамыз деп шықты. Одан кейін ол сұраныс пен ұсыныстың нәтижесінде баға ары қарай қалыптаса береді. Каспи бірінші бағаны айтты, кейінгі баға сол фондовый биржадағы сұраныс пен ұсынысқа қарай. Ол қалай деген сөз? Мысалы Каспидің акциясына егер $70, Каспи 1 миллион акциясы шығарды, 2 миллион адам таласып жатыр. Мен алам деген секілді 2 миллион акцияға ұсыныс түсіп тұр да. Ол жағдайда баға көтеріле береді. Мысалы, бір адам мен $70 алам дейді, ол екінші адам мен $72, $75, $80 деген секілді өсіп кете береді. Дәл солай акциялардың бағасын қор биржалары қалыптастырады. Одан кейін активтердің нарықтық құнын анықтау, дәл осы компаниялардың барлығы акцияларын шығарып, олардың бағасы қалыптасқаннан кейін, барлығы мысалы 1 миллион акцияның бағасы басында $70 шығатын болса, кейін $100 көтеріп кететін болса, компания құнын дәл солай 1 миллион акцияны $100 көбейту арқылы сол шыққан компанияның құны қанша тұрады, соны анықтайды. Мысалы Каспи қазір $18 миллиард тұрады. Ол қор биржасындағы акцияның бағасы арқылы сол компанияның құны анықталып отыр. Қор биржаларының түрі қандай? Қор биржалары әрбір елде, көптеген елдерде негізі, бүкіл 100% елдің бәрінде бар емес, бірақ дамыған елдердің барлығында қор биржалары бар. NASDAQ, мысалы америкалық қор биржасы, NYSE, бұл SE, бұл Нью-Йорк биржасы, Нью-Йорк қор биржа, London Stock Exchange, LSE деп айтады. Бұл да лондондық ағылшындардың биржасы. Ал AX және KC бұл қазақстандық қор биржалары. Астана International Exchange, Астана халықаралық қаржы орталығында, KC бұл Қазақстан қор биржасы. Біздің компаниялар осы жерде сатылады, теңгеміз, долларымыз бәрі осы жерде ауысым жасалынады. Теңгенің негізгі бағалары осы жерде қалыптасады, KC, AX-та. Енді акция жайлы толықтай түсінікті болды деп ойлаймын. Не нәрсе ол, бағасы қалай қалыптасады, қайда сатылады деген секілді. Ақшаны инвестиция жасаған кезде бүкіл нәрсені, мынандай сөз бар ғой, бүкіл не клади все яйца в один корзину дей ма? Қазақшасын келтіре алмай қалдым ғой. Сол секілді бүкіл жұмыртқаны бір корзинаға салуға болмайды. Яғни сіз бүкіл ақшаңызды бір акцияға салып тастайтын болсаңыз, ол ертең акциялар түсіп кететін болса, банкротқа кетіп қалуыңыз мүмкін да. Сол үшін де өзіңіздің салатын қаржыны, портфеліңізді әртараптандыру керек. Портфель дегеніміз осы сіздің алған акцияларыңыздың жиынтығы, сол сіздің портфель болып айтылады, саналады. Портфельге сіз акциядан бөлек, жаңа айтқандай, әртараптандыру үшін инвестицияңызды, екінші бір тағы инвестициялық құрал бар, ол облигациялар деп аталады. Облигация дегеніміз не? Әдетте біреуге қарыз берген кезде көп жағдайда расписка жаздырып алады. Мен пәленше түкенше осыдан 10 миллион теңге, мысалы 10 миллион теңге алдым, 2 жылдың ішінде қайтарам, жылына 10%-бен оған дейін ақша төлеп тұрам бұған деген сияқты. Облигация дегеніміз дәл осындай қарыз, белгілі бір жылы уақыт аралығына немесе белгілі бір уақытқа және де қандай да бір уәде етілген табыспен берілетін қағаз, сатылымға шығатын қағаздың түрі, құнды қағаз. Облигациялардың жұмыс істеу принциптері қандай? Облигацияның енді принциптерін айтып кеттім.
Енді оның табысының артықшылықтары қандай акцияға қарағанда? Бұл жерде тұрақты табыс, жаңа айтып кеттім, қандай да бір жер шығарады оны, тұрақты табыс айтады 10%, 15%, 20%. Әдетте сол шығарушы елдің ұлттық банкі беретін бекіткен пайыздан жоғары болады. Мысалы, Қазақстанда қазір ұлттық банк бекіткен пайыздық мөлшерлеме ол 14,5 болып тұр да. Мысалы айтатын болсақ, 14,5, облигациялар 17-ден шығуы мүмкін, 18-ден шығуы мүмкін, немесе 20%-бен шығуы мүмкін. Уже бұл тұрақты табыс. Бұның пайыздық беретін табысы айнымайды. Әрқашан сіз сол 20%-дан табыс алып тұрасыз салған ақшаңызға қарай. Акцияларға қарағанда аз құбылмалы, яғни оның да өзінің бағасы болады. Мысалы, облигацияны шығарушыларды айтайыншы қазір. Облигациялардың түрлері. Облигацияны мемлекет шығарады, мемлекеттің үкіметі шығарады. Мемлекеттің үкіметіне бюджеттік қандай да бір шығындарды жабу үшін ақша керек кезде басқа жақта ешқандай табыс түсіп тұрған жоқ, салықтардан жетпей түскен салық деген секілді ақша. Ол жағдайда мемлекет облигация шығарады да рыноктан қарызға ақша алады. Ол кезде мемлекеттік облигациялар деп айтылады. Мысалы, Қазақстанның мемлекеттік облигацияларын көбінесе біздің банктер сатып алады. Соңғы жылдары болып жатқан айқайлардың бәрі содан. Мысалы, банктерге көп тиісіп жатыр, жаңалықтардан байқасаңыздар, себебі банктер қазір ақшаны алып экономикадағы кәсіпкерлерге бергеннен көрі 20%-бен немесе 18%-бен шығып жатқан мемлекеттік облигацияларды сатып алу оларға әлде қайда тиімді. Себебі не үшін? Мемлекет міндетті түрде ол қарызды жабады. Мысалы, 2 жылға шықса 2 жылда жабады, одан кейін міндетті түрде айтқан уәде етілген табысын төлеп тұрады. Ешқандай тәуекел жоқ, сол үшін де олар осындай облигацияларға ақша салып жатыр. Корпоративтік облигациялар. Бұл жағдайда бұл жеке бизнес өкілдері, яғни компаниялар өздеріне қандай да бір ақша керек кезде акциясын емес, осындай облигация шығарып, өздеріне қарызға ақша тартады. Муниципалдық облигациялар деген бұл жеке қалалар, қала әкімшіліктері өздеріне қажетті кезде осындай ақшаларды мемлекеттік гарантиямен немесе өздерінің гарантиясымен нарыққа облигацияларын шығарып ақша тартады. Енді облигацияның бағалары қалай қалыптасады? Облигация, мысалы, Қазақстан үкіметі деп айтайық, 1000 облигация, 2000 облигация шығарды. Бағасы ол жерде 10 000 теңгеден 100 000 теңгеден шығару мүмкін әрбір 3 штук облигациясын. Сол арқылы өзіне қажетті суммадағы ақшаны тартады. Облигацияларға, мысалы, облигацияларды мемлекеттен сатып алған кезде, мысалы, мен 100 облигацияны сатып алсам мемлекеттік қарыз ретінде, оны 2 жылдың ішінде ғана мемлекет 2 жылдан кейін ғана маған ақшасын қайтарып береді. Өзіне кері ол ақшаны төлейді. Себебі ол айтты басында, мен 2 жылдан кейін ғана саған қайтарып беремін деген сияқты. Ал 2 жылға дейін маған ақша керек болып қалатын болса, мен қайтадан сол қор нарығына шығып, менде осы Қазақстан үкіметі шығарған облигация бар, жылына 20%-дан төлеп тұрады. Мен өзім 10 000 теңгеден алған, бірақ маған срочно ақша керек деп айтпайсың, но 9 000 теңгеден сатам деген секілді шығара салуың мүмкін да. Солған қарай уже облигациялардың да бағасы тағы да өзінше бөлек қалыптасады. Бірақ та акцияға қарағанда ондай қатты құбылмалы емес. Облигацияның қауіптері қандай енді? Облигацияның қауіптері ең бірінші қарызды өтеу қаупі. Мысалы, айтатын болсақ, жаңағы муниципалды мен мемлекеттік органдар беретін көп қорқып керек емес деп ойлаймын. Көп жағдайда ол жерде қауіп аз. Мемлекет міндетті түрде төлейді. 99% жағдайда. Бір қатты бір кедейленіп кетіп, мемлекетте бір соғыс болып кетіп, мүлде ақшасы болмай қалған жағдай болмаса төлейді. Жекелеген компаниялар банкрот болып кетіп жатса, облигациялар үшін ақша төлей алмай қалуы мүмкін. Одан кейін инфляция қаупі. Инфляция қаупі дегенде, қараңыздар, ақшаны облигация шығарған кезде өзі табыстылық деңгейін айтады, 15%, 20% беріп тұрамын деп. 20% ол сіз ақша салдыңыз, 100 миллион теңгеге облигация сатып алдыңыз, бірақ инфляция деңгейі 40% болып кетсе елде, онда сіздің ақшаңыз құнсызданды, облигацияға салған ақшаңыз тиімсіз болып қалды деуге болады. Так, акциялар мен облигацияларға инвестициялар. Негізгі инвестиция стратегиясы ұзақ мерзім және қысқа мерзім тәсілдері. Көп жағдайда облигациялар ұзақ мерзімге шығарылады, яғни ол 2 жылға, 5 жылға, 10 жылға облигацияға салынатын ақшалар уже ұзақ мерзімді инвестиция деуге болады. Ал акцияларға оған да өзіңіздің қажеттілігіңізге де қарай, егер ақшаңыз болашаққа қатты үлкен стратегиямен жоспарласаңыз, онда 4-5 10 жыл, 20 жылға дейін салуға болады. Ал егер аз қашықтыққа жоспарласаңыз, тіпті бүгін алып, бүгін сат шеруге болады. Сонда өзіңіздің тәсіл стратегияларыңызды қалыптастыру керексіз. Так,
Енді инвестиция бұл акциялардан алып сатқан кезде тапқан пайдамызға қандай салықтар бар, сол бойынша айтатын болсақ, егер де сіз жаңа айтып кеттік, америкалық, лондондық, басқа шетелдік биржалар арқылы сауда-саттық жасап ақша табатын болсаңыз, онда міндетті түрде сол тапқан табыстан 10% салық төлейсіз. Ал қазақстандық биржаларда сауда істейтін болсаңыз, онда салықтан босатылған. Бірақ та бір айтатыны, қазақстандық акциялар биржаларда ликвидность аздап төмендеу және компаниялар, яғни ол жақта сатылып жатқан акциялар саны азырақ. Енді акция облигация деген түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге оны алғашқы болып әлі ешкім осы уақытқа дейін сіз акция облигацияға ақша салмаған болсаңыз, міндетті түрде қаржы кеңесшілердің қызметіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Себебі олар қандай акцияларға салуға болады, қай облигацияларға салуға болады, сіздің бюджетіңізге қарай жоспарлап, жаңа айтқандай стратегияны бірге құрсаңыздар болады. Одан кейін ол кісілер қай жақтан табамыз бұндай қаржылық кеңесшілерді? Акцияларды сатып алу үшін не істеу керек? Бағанан бері айтып жатқан акцияларды, облигацияны, құнды қағаздарды жалпы сатып алу үшін оны барып бір банктен тікелей барып, немесе егов арқылы сатып алу деген секілді ондай нәрселер жоқ. Акцияны бірден тікелей барып, ешқандай, болмаса сол бір Apple-дың өзінің офисына барып, мен сенің акцияңды алғым келеді деген секілді олай сатып аламайсыз. Акцияны сатып алу үшін ортада бізде делдалдар бар, оларды брокерлер деп айтады. Мысалы, трейдер деген ақша салушы біз болсақ, инвестор трейдерді ақшасы бар, ақша сатып алғысы келетін адам. Ол бірден барып биржадан сатып аламайды. Ол үшін ол ортада оған брокер бар, брокерлік компаниялар бар арнайы. Солардан сіз счет ашасыз, оларға сіз приказ бересіз, маған Apple-дың 10 акциясын сатып алып бер, осынша бағадан болып жатыр деген секілді өзінің арнайы қазір приложениялары бар, басқалары бар. Сөйтіп брокер сіз үшін биржадан барып компаниялардың акциясын сатып алады. Қандай брокерлер бар, қай брокерлердің пайызы қандай, олардың услугасы қандай, жалпы брокерлер қалай жұмыс жасайды, оның барлығын біз келесі сабақта айтамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.